Сіздердің жарқын жүздеріңізді көрудің өзі мен үшін үлкен бір қуаныш. Туған жердің киесі және туған жерге деген сағыныш аяғымды жылдан бастады. Әдебиет ардың ісі дейді. Ал ар деген ол адамның жан әлемі, иә. Біздің ар ұятымызды өлшейтін прибор жоқ қой. Ар ұятымыз әрекетімізбен, сөзімізбен өлшенеді. Сол Оралхан Бөкеймен өстім, Оралхан Бөкейге ғашық болып өстім, әлі ғашықпын. Сонда маған Оралхан Бөкейдің стилі ұнайды. Әлі күнге пір тұтатыным әдебиетте прозадан. Оралхан Бөкей ағам. Өзім ойым, мына өзіңнің анаң, сенің бірінші ұстазың деп түйдім. Себебі ана дүниені ана балаға ана кітап, мына балаға мына журнал, өзіме мынандай журнал деген адам тегін адам емес. Ол кісі жазбаса да жазылмаған Асқар Сүлейменовтің бір сөзі бар. Қазақ тілінің байлығы сонша дейді, оны бірде бір жазушы сарқып соңына дейін түгін қалдырмай жұмсаған емес дейді. Нағыз адам болу үшін абай айтқан талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, осы бесеуі бойымызда болса, жүрегіміз мейірімге толып тұрса, біздің жолымыз жабылып, бір дұшпандар жанталымыз анталайды деп ойламаймын. Сіздердің көздеріңіздегі жайнаған мейірім, шапағат нұры сөнбесін деген тілек айтқым келеді сіздерге.